Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Салтанат. Бүгін мынандай қыз балаларға әдемі шашқа тағатын әшекей бұйым тоқитын боламыз. Бұған кез келген қандай жіп бар, өз талғамдарыңызға қарай тоқуларыңызға болады. Менде мынандай қалдық жіп. Тура осындай жіптің міне мындай түсі ашық. Және де мынауда міне қалдық жіп. Байқасаңыздар, менде бәрі қалған жіптерді бір іске асырудың амалы болып тұр бұл жерде. Міне осындай теке лақтырмайтындай. Және де тағы бір керек зат, бізде мынандай сым керек болады. Менде міне мынау екіге былай бөлінеді, сонда мынандай сым керек болады бізге. Бұл енді қазір барлық фурнитура сататын жерлерде сатылатын шығар. Бұл темірді пайдаланамын. Арасында сымы бар. Және де міне моншақ. Кішкентай. Бір моншақ. Осындай қалыңырақ келген резина. Болды. Бастайық. Крючок. Крючок менде 1,75. Екінші номерлі да алуларыңызға болады. Ал бастайық. Ол үшін жіпті екі қабаттаймын, өйткені бұл жіп жіңішке. Сіздер өздеріңіз екінші номерлі крючокпен қандай тоқып жүрсіздер, қандай жіпті, сонымен тоқуларыңызға болады. Бірінші түйіншек түйіп аламыз. Осы жерден бастап 12 бос көзше жоғары көтереміз. Біреу, екеу. Міне 12 көтердім. Біреу міне мынау ең шетіндегіден тоқылмайды. Оның жанындағысынан тоқимыз. Орамсыз бағандар тоқимыз. Ешқандай орам жасамаймыз. Міне соңына дейін 12-ші баған тоқыдым. Біреу жоғары қарай көтереміз. Тура мына ең шеткі тесіктен алып шығып, осылайынан орамсыз бағандар тоқи береміз. 7 қатар орамсыз баған тоқимыз. Соңына дейін келеміз. Біреу бір көзше жоғары көтереміз, керісінше қайтамыз. Солайынан 7 рет жасайсыздар. Не 7 қатар жоғары көтердім. Сәл ұзынырақ қып қалтырдым. Қиған кезде өйткені бұнымен тігетін боламыз. Міне 12 көзше алып, 7 қатар орамсыз бағандармен 7 қатар көтердік жоғары қарай. Енді құлағын тоқимыз. Құлағын тоқу үшін міне тура осы жіп. Бұл жіп қандай жіп екенін астыда описанияға жазып қоятын боламын. Түйіншек жасап аламыз. Енді 13 көзше петля дейді ғой, 13 көзше жоғары көтереміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу.
13 көші жоғары көтердім. Енді бұл жерде де орамсыз бастаймыз. Мына жерден емес, одан кейінгісінен қабырғасынан кіргіземіз. Орамсыз біреу жасадық. Мынау шетіндегі бастаған жерге, көріне ма? Бастаған жерге өстіп маркер кіргізіп қойдым, белгілеп қойдым. Біреу, екіншісін орамсыз жасадым. 2 баған орамсыз жасадым. Енді жартылай баған, 3 жартылай баған тоқимыз. Орам жасаймыз, ол жартылай баған қалай болады? Бір орам жасадық, жібімізді алып шықтық. Мына тұрған, күршекте тұрған үшеуін бірден бір жіптен өткізіп жібереміз. Енді екінші жартылай баған өткізіп жібердік. Үшінші жартылай баған өткіздік. 2 орамсыз баған, 3 жартылай баған. Қалғанын ең мына шетіне келгенге дейін қалғанының бәрі бір орамды баған тоқылады ары қарай. Екі орамсыз баған тоқыдық. 3 жарты баған болды. Қалған жетеуі де жетеді. Ар жағында қалған жетеуін бір орамды баған жасайсыздар. Міне, жетіншісі міне менде тоқылып тұр. Өйткені мына жерден тағы да 8-ші тоқуға болады. Ол 8-шіні тоқысақ, мына жібіміз ары бері жылжып, мына тесігіміз мына жер ортадағы үлкен болып қалады. Қазір көресіздер тоқу барысында. 7-шіні тоқыдық. Осы 7-шіні шығарған тесіктен, бір тесіктен 7 бір орамды баған тоқу керек біз міне. Біріншісі бар уже, екіншісі, үшіншісі, төртінші, бесінші, алтыншы және жетінші. Енді мына жіпті тартамыз. Келесі соның тура жанынан, енді біз бұлай келесі жағына өттік қой. Тура міне соның жанынан орамды баған жасаймыз. Міне. Осылайынан мына жетеу, ортадан тоққан жетеудің біреуі, бұл бізде бір орамды баған саналады. Осыдан бастап астыға жетеу тоқимыз. Бір орамды бағанан. Міне, мынаның ең шет жетеу тоқыдық қой бір тесттен. Соның ең соңғысын санаймыз. Біреу, екеу, үшеу деп ары қарай бір орамды 7 баған тоқу керекпіз. Міне, бір орамды 7 баған тоқыдық. Енді біз симметриялы тоқимыз. Қарсы бетке бірден үшеуінен алып 3 жартылай баған тоқығамыз. Енді 3 жартылай баған тоқимыз. Міне, біреуін тоқып қойдым. Екіншісі жартылай бағаны. Мынау үшіншісі болады. 3 жартылай баған. Енді екеу орамсыз баған. Мен мына арттағы жіпті бірге тоқып отырмын. Мынау басында қалды ғой жіп, соны
біреу, екеу. Шештік. Осы жермен қосамыз, бекіту жасаймыз. Міне бекіту жасадым. Қиюға асықпаймыз. Осыған сұр түсті жіпті бекітіп аламыз. Енді артығын алып тастаймыз. Бізге енді мына жаңа көрсеткен сымнан дәлдеп, бірі сәл артық қылып қиып алу керекпіз. Дәлдеп қиып алдым. Арт жағынан саламыз осы темірімізді. Енді міне мынау артық қалған жіптерді бірге қосып, темірді қосып, мына жерден жиектеп шығамыз сұр түспен. Жанындағы өрімнен бастаймыз. Жанындағы өрімге өткізіп, әр жағында артында темір бар, мына артық жіптер бар, бәрін қосамыз да өстіп жиектеп шығамыз. Ешқандай ештеме қоспаймыз, азатпаймыз, тек қана осылай сұр түспен жиектеп шығамыз. Сіздерде басқа түс болуы мүмкін. Сіздер қандай жіп аласыздар, сол жіппен. Арт жағына қойып, бірге көрсетпей, бұлай түгел осылай қойып, темірді, сымды, осылайнан қойып, түгел жиектеп, сұр түспен жиектеп шығасыздар. Міне соңына келіп жеттік. Өстіп айналдыра тоқыдық. Бастаған жерде, сұр түсті бастаған жермен бекіту жасаймыз. Қиямыз. Алып шығамыз. Енді жіпті инеден өткіземіз. Ар жағына осы сұр түс тұрған жерден бүйтіп өткізіп жасырып қоямыз жібімізді. Осылай. Бір-екі жерден өткіземіз де жібімізді бүйтіп қиып алып тастаймыз. Мынау бірге тоқып келдік қой, бірге тоқып келген жібімізді, ол жіптерді де бүйтіп түбінен қиып алып тастауларыңызға болады. Бұлар сөгітіліп кетпейді, өйткені біз бұларды бірге тоқып кеттік. Міне осындай құлағымыз, әдемі құлағымыз, сүйкімді құлағымыз тоқылып аяқталды. Міне бұлай қоюға болады, бұлай ашып қоюларыңызға болады. Негізі сүйкімдірек осылай қойғанда. Осылайнан екінші құлақты тоқисыздар. Кейін гүл тоқуды да көрсетемін.
келесі тоқитынымыз гүлді тоқимыз. Қалай тоқитынын көрсетемін сіздерге. Қолымызға бір рет орайтынбыз, енді екінші рет орап алыңыздар. Міне, жұмыс жіпті ары қарай қойдым. Астынан күршекті салып, жұмыс жіпті алып шықтым. Бір көзше жоғары көтердім. Енді жанынан 6 орамсыз 6 баған тоқимын. 2 тоқыдым, 3 тоқыдым, 4 тоқыдым, 5, 6, міне 6 тоқыдым. Бізге және де гүлді орнату үшін ыстық клей керек болады. Міне мына жерде 6 баған тоқыдық. Енді мынау жіпті тартқанда бір шеңбер кішірейеді. Ол бір шеңбер кішірейеді, мына шеңбер. Енді мына үлкен шеңберді кішірейту үшін кішірейген шеңбердің өзін тартамыз. Міне. Бұлай тартып ол шеңберді де әбден кішірейтіп аламыз. Әбден кішірейтеміз бұны тартып. Енді мына жердегі жіпті тартамыз. Өстіп міне ортасын кішірейтеміз. Тартамыз. Енді бастаған жерге, міне өрімге, бірінші өрімге. Негізі осы бастаған жерге маркер қойып қоюларыңызға болады, сонда бүйтіп кішірейіп қалмайды. Бекіту жасаймыз бұл жерден. Осылайынан бекітіп аламыз. Енді 2 көзше жоғары қарай көтерілеміз. Осы жерден 2 көзше жоғары көтерілдік. Орам жасаймыз. Оның жанындағы тесікке бір орамды баған жасадық. Екінші орамды баған жасадық. Енді 2 көзше жоғары көтереміз. 2 көзше көтердік. Тура осы 2 баған тоқыған тесіктен кіргізіп, бекіту жасаймыз. 2 көзше жоғары көтереміз. Орам жасаймыз. Оның жанындағы тесіктен бір орамды бағаннан 2 жасаймыз. Бір тесіктен 2. Жасадық. Енді 2 көзше жоғары қарай көтерілеміз. Тура осы жерден кіргізіп бекіту жасаймыз. Міне сонда осындай жапырақшалар пайда болады. Осындай гүл тоқимыз. 1, 2. Шатыспаңыздар, мен жаңа шатысып кеттім. Оның жанындағыдан. Енді 1, 2. Бұл гүлді пехорка, міне акрил бар, пехорка. Осыдан да тоқуға болады. Мен бірақ басқа кішкентай қалған жібім бар. Содан тоқуды жөн көрдім. Сіздер өздеріңіз білесіздер, қандай жіптер қалып жатыр, ұсақ жіптер. Солардың бәрін осындай әшекей бұйымдар жасап тастауға болады.
1 2 3 4 5. Міне сонда бізде 5 осындай 5 жапырақты гүл шықты бізде. Жібімді ұзынырақ қып қалтырдым. Не осындай 5 жапырақты гүл болды. Осыған әкеп моншағымызды тігеміз ортасына. Мынандай артық жіптердің бәрін осылай инеге сабақтап, бекітіп, өткізіп, байлап, қиып тастауларыңызға болады. Ең ортасындағы жіпті, бастағандағы ортасындағы жіпті тура ортадан алып ар жаққа өткіземіз. Мен осылай өткіздім. Моншағымды алдым. Қайтадан тура осы ортаға кіргізіп, моншақты тура ортасынан қадаймыз. Енді осы жерде қададық. Енді осы жерде ары бері жүргізіп, түйіншек жасауларыңызға болады. Бекіту амалдарын жасайсыз. Осылай қиып тастаймыз. Бұны орнатқанда біз ыстық клеймен орнатамыз ең соңында. Енді ортасынан осы 12 мынау тоқыдық қой. 12 көзше тоқыдық. 7 қатар көтердік. Осыны ортасынан бүктейміз. Көз мөлшермен ортасын аламыз. Міне осы жер болуы мүмкін. Осы жер, екі жерге. Мыналардың осылай тура ортасынан темірлерін өткіземіз. Темірді өткіздік. Өткіземде бүйтіп тура осы жерден бірнеше рет бүйтіп орап бекітіп аламыз. Бекітіп алдым. Енді екіншісін соның жанынан жақынырақ қып орнатамыз. Екеуінің ортасынан бір баған қалтырдым. Бір баған ғана менде қалып тұр екеуінің ортасынан. Жандағы бағанның ар жағынан, бер жағынан, сол жағынан, оң жағынан. Ортада бір баған қалып тұр. Екіншісін бүйтіп орнатамыз. Қаттырақ ұстаймыз да, бұл жерді былай айналдырамыз. Темірі оралып бекітілу керек. Міне. Енді бұл екі темірді былай екі жаққа былайнан болмаса осы екі темірдің өзімен біріне бірін өстіп орап бекітіп қойдым бір рет. Содан екі жаққа былайнан жасап қойдым. Енді осыны жай қайшымен қиып тастауларыңызға болады. Тағы бір ой келді, мен біріншіде жасамадым. Темір шығып кетпесін десеңіздер, бірақ мынаның өзі де қалың, ешқай жерден темір шығып кетпейді, ешкімге батып кетпейді, бірақ
астыңғы жағынан ыстық клеймен құйып қоюға да болады ма деген ой келді. Енді өздеріңіз көресіздер, өздеріңіз жасаудың барысында. Мен бұл жерді қайшымен, үлкен қайшымен қия-қия салдым. Екі жағын қиып тастайсыздар. Енді бағана қалтырған жібіміз болған, аяқтаған кезде сол жіпке инені сабақтап алдым. Резинкемізді ортасына қойдым. Енді әрбір, міне мынандай, әрбір өрімге, өрімдер тұр, өрімдерге, әрбір өрімге инені кіргізіп, әр жағындағы өрімге кіргіземіз де, осылай тартып тігіп шығамыз. Қорықпаймыз, қатты тартып тігеміз. Өрімге өрімді келтіреміз. Қаттырақ тартамыз. Мына біріншіде тура ортада, мына жерде сәл оңға қарай кетіп қалған сияқты. Құлағыма ілініп қапты. Енді осылай ар жақтардан өткізіп бүйтіп өткізіп қиып тастаймыз. Болды сонымен. Енді қалғаны бізге жөндеп қойыңыздар құлақты. Енді қалғаны міне дайын тұр. Клейімізді жағамызда. Клей болмаса тігіп қоюларыңызға болады, ар жағынан алып. Мен енді осылай өстіп әкеп, осы жерге осылай тағуды жөн көрдім. Міне осындай әдемі бұйым шықты. Менімен бірге соңына дейін қарағандарыңызға, соңына дейін болғандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Алда әлі талай керемет әдемі дүниелер тоқитын боламыз. Сау болыңыздар.